Қайырлы күн достар, біз бүгін кәдімгі өзіміз күнделікті пайдаланып жүрген аппақ күріштің пайдасы туралы айтатын боламыз. Дәл қазіргі таңда Кореядағы ең атақты сұлу болудың тәсілі ретінде хит болып жүрген, ютубта, инстаграмда хит болып жүрген ол кәдімгі біздің күріш суымыз. Осы күріш суы арқылы да арықтауға да болады, бетті ағартуға да болады, және шашты ұзын, қалың және мықты қылуға да болады екен. Бұл күріштің пайдасын біз осы 1-2, әрі 3-4 жылда ғана білдік. Ал бұл күріштің суын, осы күріш арқылы, осы күріштің пайдасын бұрыннан осы Кореяның адамдары зерттеп, біліп, күнделікті өмірге қолданып келеді. Мысалы, біздің сүйіп жақсы көріп жейтін су ішеміз, және осы киноларда, дорамаларда көріп жүрген осы күріштің нанын дөңгелек күйінде, мысалы біз жумонг немесе тағы да басқа атақты кореялық киноларда көргенде, ол жерде соғыс болып жатқан кезде, мысалы Докман деген кинолар болады ғой, көрген өзіміздің тарихи кинолардың ішінде, олар үнемі нанның орнына кәдімгі дөңгелек күрішті солай берген. Байқасаңыздар, күріштің дәл дөңгелек күйінде осы соғысқа баратын кезде және қандай да бір жұмысқа баратын кезде осы күрішті пайдаланып жеген. Енді біз бұны жақында ғана білдік, ал Корея елі, қытайлар бұл күрішті атам заманнан бері, бұрыннан бері қолданып келеді екен. Сондықтан олардың бет терісі жылтыр, әдемі және сұлу болып көрінуі осыдан шығар мүмкін. Енді қазір біздің дәл қазіргі заманда, дәл қазіргі кезде осы бидай ұны деген нәрселер, торт, пирог деген нәрселер зиян болып келеді. Оның да пайдасы бар, бірақ зияны көбірек. Ол асқазанға барып, бұқтырылып, не қылып қалады, нелесі ұзағырақ, қорытуы ұзағырақ болып табылады. Сондықтан қазіргі кезде осы ұн өнімдерін пайдалануға тыйым салынып жатыр. Енді қазір біз осы күріш суы арқылы теріні тазарту жолын айтамыз. Жалпы күріш суында В, С, Е дәрумендерін және минералдардан тұрады. Бұл құрам теріні жұмсартады, ашық қылады. Сондай-ақ бұл құрам арқылы күннен теріні қорғауға болады екен. Сонымен күріш суын қалай дайындауға болатын тұрақты, атақты рецепті ұсынамыз. Мысалы, бұл үшін кәдімгі аппақ күрішпен кәдімгі қап-қара деген қалай кетті, кәдімгі су қана қажет. Осы суға 4-5 қасық күрішті салып, оны 2-3 рет жуып, шаң тозаңдарынан айырамыз. Одан кейін жай отқа қайнатсақ та болады. Немесе осы күріштің блендерден өткізіп, ұн секілді қылып езіп алып, суға қайнатсақ, жаңағы біздің суымыз мөлдір, аппақ, қоймалжың және жабысқақ болады. Осы рецептпен күнделікті бетімізге жағып жүрсек, біздің бет терісіміз құрға, әдемі, жылтыр және көп құрғамайтын болады. Ал енді шашқа арналған күріш суын айтатын болсам, күріш суы сіздің шашыңызға өте пайдалы болып табылады. Егер де осы күріш суымен шашыңызды жуатын болсаңыз, шашыңыздың жұмсақтығы мен жылтырау нәтижесіне қол жеткізесіз. Дәл осы сәтте арықтаудың да жолын айтатын боламын. Дәл осы кезде егер де күріш суын арықтау үшін пайдаланатын болсаңыз, онда күріш суын басқаша дайындауға тура келеді. Ол үшін сіз күріш қайнатындысын қайнату керек, яғни сондай-ақ күрішті қайнату кезінде суды алдыңғыдағы қарағанда көбірек құю керек. Дайын болған күріш қайнатындысы сізге керегі. Бұл оңай жолы арықтау үшін күріш қайнатындысын таңғы асқа ішу керек. Жалпы біз ішіміз ауырып, жазда отравление, мысалы қарбыз қауын жеген кезде де біз ішіміз үнемі ауырып, құсып жатады балаларымыз. Дәл сол кезде осы күріштің суды көбірек беріп, көбірек құйып, ал күріштің өзін аз ғана салып, осы суға қайнататын болсақ, дәл осы тұнбаны балаларымызға берсек, біздің ішіміз саптияды. Ол қалай дейсіздер ғой, ол іштегі микрофлора дейді ғой, асқазанымыздағы жаманды, зиянды заттарды ыдыратып далаға шығарып тастайды. Зиянды нәрселердің барлығын жинақтап тастайды, олардың барлығын жойып жібереді. Сондықтан осы арықтау үшін де, ішіміз ауырған кезде де дәл осы күріштің суын пайдалану өте пайдалы. Жалпы осы күріш теріні тегіс етеді, безеуді емдейді, ағзадағы терінің балғындығын сақтайды және әжімдерді болдырмауға көмектесетін коллаген өндірісін арттырады, теріні ағартады, жылтыратады, тағы басқа өте пайдалы өнімдердің бірі болып табылады. Жалпы бұл 5 құрлықты да жаулаған бұл күріш тақылы болып табылады. Күріштің құрамында калий, жүрек қан тамырының жұмысына, дертіне шипалы өте, ол жүректің бұлшық еттерін нығайтады, жұмысын жақсартады. Тағам болып ағзаға түскенде де ең алдымен тұзды натрийді жояды. Сол тұздық зияндылығы ағзадағы судың сіңімділігін кедергі келтіруі мүмкін. Яғни күріш ағзаны тұз бен артық судан арылтып, зат алмасуын үдерісін жандандырады екен. Біздің кәдімгі ащы тамақтар жеп жүрміз ғой, сондықтан ол және біз тұзды тағамдарды көп пайдаланамыз, газды су және қантпен
печенье деген сияқты сол осы тұздарды денеміздегі қанттардың барлығын осы күрішті үнемі пайдалану арқылы ыдыратып жіберуге болады екен. Күріштің ең пайдалы қызметтерінің бірі ол біргекіштік әрекеті. Дәнді ас қорыту жүйесі арқылы ішке енгенде оның қабырғаларын асқазанды жұмсақ түрде бүркеп, әрі күріштен жасалған тағам асқазан сөлінің қышқылдығын жоғары, гастрит жаралары науқастарға емдік әсерін тигізеді екен. Және бұл күріш несімен пайдалы десек, тағы да айтатын болсам, құрамында глютені жоқ болғандықтан, глютена дегеніміз ағзадағы қатты аллергиялық реакция тудыратын ақуыздар. Ал енді күріш құрамындағы ауыр көмірсулы тағамнан адам ағзасына еніп, оның бұлшық етіне жинақталады да күш-қуаты керегенше шығарылып отырады. Күріштің құрамында магний, темір, В тобының дәрумендері бар. Ақуызға бай күріш ағзаны қажетті амин қышқылдарынан қамтамасыз етеді екен. Енді осындай пайдалы ақпараттар керек болса, сіздерге лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.